Таразда ерекше жандарға арналған жаңа жыл кеші өтті. Іс-шарада мүмкіндігі шектеулі жандарға қолдау көрсетіп келе жатқан Тең қоғам бірегей жобасы қорытындыланды. Бүгінгі өткен іс-шараның мақсаты Тең қоғам бірегей жобасының қорытындысын шығару, ерекше жандарды көпшілік алдында сөйлету, қоғамға интеграциялау арқылы ақыл-ойы кем адамдардың шығармашылық әлеуеті мен қабілеттерін іске асыру. Мақсаты осы жобаның мүгедектігі бар адамдарды, 18 жастан жоғары адамдарды қоғамға бейімдеу, ортаға бейімдеу, өз ісін бастауға бейімдеу. Одан кейін біз кәсіби курстар аштық сол балаларға, массажист, басқа да курстар. Сол жоба аясында осындай бүгінгі салтанатты кеш, жаңа жыл ұйымдастырып отыр. Жаңа жылдық мейрамға ерекше жандар дайындықпен келген. Бірі кеште ән айтса, бірі әсем әнге биледі. Түрлі байқауларға, жаңа жылдық шоуларға қатысып, бір-біріне керемет көңіл күй сыйлады. Сондай-ақ Аяз атадан сыйлықтар да алды. Бүгінгі жаңа жылдық мереке іс-шарасына бүкіл қазақ еліне құттықтаймыз. Жаңа жылмен құттықтаймыз. Айта кетейік, қоғамдық бірлестік осы уақыт ішінде әлеуметтік салада көшбасшылардың біріне айналды. Халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, спорт, туризм, білім және мәдениет салаларына қатысты түрлі жобаларды жүзеге асыруда үлкен тәжірибе жинақтады. Қанат Күзберген, Махаббат Құсайын, Ансар Тілепберген, Мержан Ерболатов, 24 News.